Баршаңызға сәлем, бұл Мейірбек арнасы. Бүгінгі видеомызда өте керемет үлкен $1 миллион үй сатып алған болатын. Соны полный үшін аралап көрсетіп шығатын боламын. Бұл хаус тур дейма үшін сондай бір нәрсе, короче. Видеоны бастамастан бір лайктарыңызды басып жіберіңіздер, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен видеомды бастай берейін, давайте. Мен үйім есік алдында осындай керемет фонтан бар, су бұрқақ бар, үшін екеуі де бар, короче. Ал мен қазір ең алдымен гаражға обзор жасай жіберейін. Мында бізде гараж бар, ішінде өте керемет машиналар бар. Қараңдар, бұл жерде есігі осылай ашылып жабылады. Гараждың керемет емес пе бұл деген, е? Ал енді мынаны қараңдар, мынау машина, осындай жүрмейтін машина, бірақ бұл деген. Ал мынау жүретін деп айта алмаймын, бұл да жүрмейді, бірақ есігі ашылып жабылады, капоты, багажы ашылып жабылады, өте дерзкий. Мында біздерде деген аккумулятор, үшін инструменттер тұратын стеллаж, үшін мынаны қараңдаршы, мына машина өте қатты ұнайды маған, ішіне отыруға болады осылай. Өкінішке қарай бұл да жүрмейді. Ал жарайды, осымен гараж бітті. Есігін жауып кете салайық біздер деген. Үйге қарап аттанайық. Общем, үйде деген дерзкий, іші үлкен. Көріп тұрғандарыңдай осындай талдар бар, үйім есік алдында орман болып отыр ғой. Мында деген скамейкалар, я ішке кіретін болсақ, бізді осындай біздің ішке кіре беріс жерде осындай гүл тұрады, және де осындай пианино бар, я музыкальныймен айналысатын шақты бұл жерде, музыкамен жалпы. Мынаны қараңдар, еще гитараның екі түрі бар. Мында сырнай, сосын мына жерде кітап оқуға болады. Ал мынаны қараңдар, бұл жерде сөйлесіп отыруға болады, әңгіме айтып. Мында бізде қонақтар отыратын стол. Ал бұл бізде обычный өзіміз отыратын стол. Мына жерде еще шкаф бар мында. Жалпы кухняны көрсетіп жатырмын. Міне қараңдар, кухня бер. Мына жерде тамақ дайындап, тамақ ашып кетпеу үшін холодильникке сап қоюға болады. Бәрі жұмыс жасайды бұл жерде деген. Мынаны қараңдар, ашылып жабылады дегендей. Бірақ ары қарай жұмыс жасамайды, үшін сондай жарайды. Бәрі істеп тұр, қараңдар, өте керемет емес пе? Осының өзі маған қатты ұнайды. Егер сендерге де ұнаса, лайктарыңызды басып жіберіңіздер. Еще мына тостер, үстінде шкаф. Мынаны қараңдар, ашылып жабылады. Бұл да мынандай посудомойка бар. Ол су ақпайды, бірақ су ақпай қапты. Еще бізде перец, тұздар бар мына жерде, дәмдеуіштер неше түрлі. Оппанау, бізде мына жақта подвал бар екен ғой. Мен осыны байқамаппын, видеоның алдында бір тексеріп шыққан болатын үйімдің ішін. Осындай кереметтей подвал бар екен. Іші бұл жақтың бәрі кітапхана болып жатыр ғой, базар жоқ. Кеттік ендеше. Осы мында біздерде деген турайымызда осындай телевизор көретін жер, яғни отырып алып телевизор көретін. Мына жерде отбасымызбен бірге Делиннің видеоларын тамашалаймыз, короче. Мына жақта камин, және де менің офисім ғой, мына жерде деген осындай компьютер, кресло еще. Отырып алып видео түсіріп тастауға болады. Еще мынау қол телефоны, домашний телефон үшін. Мында жүйелік блок және бір нәрселер әйтеуір. Мына жерде сағат, үшін стол, мынау сондай. Мында бізде үлкен архив, үшін шкафтар, ішіне әйтеуір заттар сап қоюға болады бұл жерде деген. Еще алдында стол тұр, міне қараңдар, ашылады шкаф деген. Бізде бұл артқы есік. Артқы есіктен шыққан кезде бізде бассейн күтіп алатын болатын. Мынаны қараңдар, осындай кішігірім бассейн. Және мынандай столдар отырып алуға болатын, пляждағыдай ғынау деген. Осы мына жағында бізде егін бар. Кеттік егінге қарай. Осы мына жерде картошка, асқабақ және сәбіз дегенде егіндер тұр. Және де артымда осындай пшеница, яғни нан, бидай екіп қойғым. Жүзім, бау, мынау тағы. Өте кереметті үлкен егін шаруашылығымен айналысып тұрам. Ал мында бізде ане деп жазып қойған жерде атымыз тұрады, үшін ат қора дейміз, сондай. Атты алдыңғы видеода көрсеттім қалай жүретін, жарайды. Біз үйдің ішіне кірейік, тағы бір 10 бөлме қалды, соның ішін бәрін көрсетіп шығайын. Мында бізде оң жағымызда 3 бөлме бар. Бірінші бөлмемізде бізде ол бір бөлме, яғни маған қатты ұнаған бөлме. Осындай, короче, көргендеріндей обычный бөлме ғой енді. Ал бізде төрдегі бөлме бұл. Осы мынау деген осындай үлкен бөлме, бұл ата-аналардың бөлмесіне ұқсайды. Столы бар, короче, камині бар, мына жерде үлкен спальня бар,
касында көрүп тургандарыңдай шкафтар. Ошо мына жакта деген үлкен ванна, ошо жуунатын бөлмө деп айтсак болот. Мына жакта туалет, унитаз, мында деген гардероб, кийим ауыстырып алууга болот. Мында душ көрүп тургандарыңдай, и кол жуатын жер, мына пердени ачып жабууга боло ма? Жок, болбойт экен, жарайт. Эшикти жаап биздер деген келеси бөлмөнү көрөйүк. Өтө керемет бөлмө бул 3-чү бөлмөдө, ягни қазір көрсөтейин деп турган бөлмө. Міне караңдар, бул тоже жуунатын бөлмө. Осундай үлкен душевой бар, сондуктан унат мага, керемет деп турган себебим сол. И бизде мына жактагы 5 бөлмө бар. Осы 5 бөлмөнүн ичинде биринчиде ванна, джакузи менен ошо жуунатын бөлмө тоже бул. Одан кийингиси бизде обычный бөлмө, булда энди пианиносы бар, бирок эрекшелиги. И от жатып алып телевизор көрүүгө болот, жана ноутбук ачылып жабылат. И Google'га кирет, караңдар, дерзкий ма? Өтө керемет, мага катты унады осы бөлмөдө. Телевизор косууга болмойт, бирок ал кеттик энди. Мына кийинки бөлмөнү көрөйүк. Осы төрдөгү бөлмө, ягни осы сол жак. Ягни детский бөлмө бул деген. Осундай көрүп тургандарыңдай детский заттар, детский мебель, ошон кууршак, ойынчуктар ойнап отуратын жери бар. Одан кийинки бөлмө бизде мына бөлмө. Бул бөлмөдө үлкен бөлмө, бул тоже. Бул ага апкелердин бөлмөсүнө окшойт менин оюмча. Ашин столдар бар, бирдеңе айтор. Ошон бул обычный бөлмө, жарайт. Мына бөлмөгө киретін болсак, бизде ошон кроваттын астында ошон компьютер, кресло тур, ноутбук орнотуп алууга болот, сондай дерзкий міне. Шкаф бар бизде, телевизор көрүп отурууга болот мына жерде. Өтө керемет, осундай міне караңдар, спальныйдын түрүн караңдар, жасыл кровать ягни. Ал кеттик эндеше. Менин оюмча башка бөлмөй калмаган сыяктуу. Осы менен видеону аяктайм эндеше. Сиздерге унат деген ойдомун. Унаса лайктарыңызды басып жибериңиздер. Арнага тиркелүүнү унутпаңыздар. Комментарийга сурактарыңызды жазып кетиңиздер. Келеси видеодо сурак жооп чыгарармын балким. Так, міне менин персонажым осундай керемет алемге түшүп кеткен Майнкрафтта. Майнкрафттын обновление болуп кеткен, короче. Жарайды. Осы менен видеону аяктайм, көп сүйлөй бермей. Жаңа айткандай лайктарыңызды басып жиберип, комментарийга сурактарыңызды калтырып кетиңиздер. Кош, сау болуңуздар.